Шашың түсіп, немесе шашыңды қиып оны өсіре алмай жүрсің бе? Ендеше мен шашты тез арада өсіретін, нәтижесі өте керемет шашқа арналған маска айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Видео басталмас бұрын лайк баса кетіңіз. Лайк басу арқылы сіз арнаны қолдайсыз және маған келесі видеоны шығаруға шабыт бересіз. Ол үшін бізге 2 ас қасық желатин, 4 ас қасық қайнаған су, 1 ас қасық бал, 1 жұмыртқаның сарыуызы, 2 ас қасық шампунь керек болады. Барлығын араластырып, водяной баня дейміз ғой, бу моншасында қайнап тұрған судың үстінде жақсылап ертіп аламыз. Ертіп алған соң, жуылған таза шашымызға жағатын боламыз. Мінекей шашымызды да жуып болдық. Енді шашымызды түбінен ұзындығына қарай шашымызды ылғал шашымызға масканы, дайын болған маскамызды жағатын боламыз. Біркелкі түгелдей жағып болған соң, полиэтиленовый пакетпен сыртынан орамалмен жылыстап жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағатымыз өткен соң, шашымызды жылы сумен, шампуньсыз жылы сумен, жай сумен шаятын боламыз. Видео ұнаған болса, астына комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.